Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, ата-анасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді. Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды. Бір күні Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған, дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір жаланадан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда Сәрсенбай: «Жамалжан, тұр, молданың кебісін сал, құман алып шық», деп жұмсағаннан кейін молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да, күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар. Біз бастан кем кісі. Айымыз да күніміз де осы Жамал болған соң, өзімізді өзіміз алдап жүрміз», деді. Молда бұл сөзге түсініп, біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыс та ғой, ләкейінде шариғатта балаға тұлым қою дұрыс емес. Және де бай қызы 9 жаста балиға болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашын да қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқытқанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз. Хұсуса жәдид молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін, иман білгізіп намаз оқытпай, иман шарт, бәдуәм, әптиек, әжіктерді былай қойып, орыстарша А, Б, Т деп орыстың ісін қуаттап балаңды бұзады», деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісі де күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып, біліп-білмей айтса да, мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы еді. Сол себепті Алла тағаланың әмірі ғой, бұл молданың шариғаты да дұрыс екен деп, Жамалды қызша киіндіріп, шашын жіберіп, оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақта болса оқып, ғылым қадірін білген соң, бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны Жамалды жан тәнімен жақсы көргенсініп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да: «Ойбай, молдеке, ол не дегеніңіз? Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шаш қоямыз», деп өршеленген болды. Мұнан кейін кешікпей, қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыда ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды. Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындарымен ақылдасты. Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге Жамал барып келіп жүре алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алсақ қайтеді? Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр. Өзіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірдей көрерміз, деді. Бұған қатындары да һәм солай деп айтқан соң, ауылы да разы болды. 1-2 айдан соң жазғытұрым уақыт еді. Бір күні ауылға бір шәкірт келіпті. Молдалыққа тұрады екен дегенді естіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қымыз ішіп, күзгі тәксилге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт, жасы 22-лерде, ашық пікірлі, үсіл тағылымынан ғана жақсы хабары бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып, қазақтың сырын білгендіктен, және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып сөйлескен уақытында өзін шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадима етіп көрсетті. Себебі ол: «Аз уақытта мен бұларды түзей алмаспын. Онан да бұларға хилаф келмей, өйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын», деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты: «Өзіміз бір ауылда 7-8 үйміз. 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы. Мен өз басым малымның кірін беремін. Басқалар өзі біледі. Ал кемпір-мемпір құлап қалса, өз талайыңнан», деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отыр еді. Соған қалжыңдап, анау жерде отырған бір жігіт сөйледі: «Біздің Қасен молдадай қанды қақпан болса, бұл молда да теріс болмас. Біздің молда Торқа бәйбіше мен Жаппардың баласы өлгеннен бері дәндеп, күнде бір келе жатқан кісі болса,
намазға шақыра жүрме деп қарап тұратын болды, деп үйде отырғандары ду күлдірді. Біраз сөйлескеннен кейін Сәрсенбай шәкіртпен келісіп үйіне алып қайтты. Уәделері бойынша мұғалімі Хәмән Сәрсенбайдың үйінде тұратын болып, Сәрсенбаймен бірге еріп келіп, бір үлкен боз үйге кірді. Сол минутта-ақ ауылдың адамдары жиналып, қалампыр бәйбіше сабадан қымыз құя бастап, Сәрсенбай да Жамалға «Тұр қарағым, молдекеңе мал әкел» деп әмір етті. Жамал атасын бір қарап тысқа шығып еді, соңынан кешікпей Сәрсенбай да шығып, Жамалға ақырын сыбырлап айтты: «Анау күнгі жамбасы құрттап жүрген көк қозыны әкел, үйге кіргізерде кескегін алып таста, ұқтың ба?» деді. Жамал да ұқтым деп жүгіріп кетіп, жарты сағат болмай айтылмыш қозы бата қылынып сойылды. Жиылып отырған кісілер мұғаліммен кеңесе бастап, үйдің жабығынан қыз-қатындар сығаласып тұр еді. Бір қатын «Өзі қалай орыс секілді ғой» деп, екінші қатын «Осы ноғайлардың шүлдірлеген тілі құрсын-ай» деп, үшіншілері бір бойжеткен қызға қарап «Ұрғашыға сүйкімді жігіт екен» деп қалжыңдасып тұрды. Үйдегілер де уақытты босқа өткізбей, алды 5 аяқ, арты 2 аяқ қымыз ішіп: «Молда, қайда оқыдың? Дәрісің не? Қай қаланыкісің? Затыңыз ноғай ма, башқұрт па? Неше жасқа келдің? Атаң бар ма? Бұрын қазақ ішіне шығып па едіңіз? Жамағат бар ма?» деп үсті-үстіне керекті-керексіз сөздерді сұрап, мұғалімнің басын қатыра бастады. Әл-хасыл, осы секілді мәжіліспен отырып, сойылған малдың етін жеп, халық тарады. Екінші күні мұғалімге бір қос тігіп беріп, 10 шақты шәкірт жиналып оқу басталды. Бұл шәкірттердің бір-екеуі болмаса, басқалары бұрын ешбір қарып оқымаған еді. Мұғалім қанша ұсыл жадид тәртібіне оқытпақшы болып ойласа да, бала иелері: «Молда, балаларға иман, намаз үйрет, бұрынғы молдалардың оқытқан кітабын оқыт, біздің балаларға сол жетеді, басқалардың керек жоқ» деген соң, лажсыз олардың тілегенін оқытты. Бұрынғы оқымаған балалардың ішінде ең зейіндісі Жамал болып шықты. Жамал осы майда 9 толып 10-ға қарап еді. Бір ай өткеннен кейін мұғалім Жамалдың зейініне қызығып Шолпанға айтты: «Жамалды ұсыл жадидке оқыта бастасам, аз уақытта хат жазып кетер еді, бірақ бай ұнатпайды ғой» деп. Шолпан тұрып: «Молдеке, біздің отағасының сөзін не қыласыз? Ақырын оңашада жасырып хат жаздырып үйрете беріңіз» деді. Мұғалім бұл жауапқа бек қуанып, сол күннен былай шәкірттер тарап кеткен соң, Жамалға күнде 1-2 сағат хат жаздырып үйрететін болды. 3,5 айда Жамал мұғалімнің ыждағаты, өзінің өткір зейіні саясында хат танып, жазарлықтай болды. Мұғалім әпенді сол жолмен 5 ай оқытқанда, Жамал бек ғайбат болып, түрлі кітаптарды оқитұғын болып қалған еді. Сентябрьдің ақырында мұғалім Уфаға қайтып, Жамал да оқуын тоқтатты. Мұғалім Сәрсенбайдың үйінде тұрған уақытта Шолпан бір ұл перзент тауып, сол себепті аяғы құтты болды деп, мұғалімді Сәрсенбай жақсы қаражатпен қайтарды. Сәрсенбай жаңа туған баласының есімін осы молдадай жігіт болып, өзі де молда болсын деп ғазиз қойды. Мұғалім қайтып кеткен соң, Сәрсенбай енді бір молда ұстаймын деп ертең бүгінмен жүргенде, қыста болып қалып, және де әркімнің «Енді жарар, Жамалды оқытпай-ақ қой, 12 пәнді түгел білсе де, әйел бала дәріс айтып елге бас болмас» деген сөзіне Сәрсенбай айналып, тіпті молда ұстамай қойды. Ауылындағы басқалары әрқайсысының дәулеті шағын болғандықтан шамасы келмейтін болды. Жамалдың ғұмырындағы оқуы осы 5 айлық қана болып, хат жазарлықтай әрі аспай тоқтады. Мұғалім кеткеннен кейін Жамал Хәммән қисса оқитын болып, атасы да тыңдаудан жалықпаушы еді.
Үйге бір қонақ келіп қонса да: «Жамалжан, қонағыңа қызмет ет, қисса оқы, салсалың қайда, қыз жібегің қайда?» деп куә болып отырушы еді. Жамал да ерінбей қиссаларды басынан аяғына шейін оқып тастаушы еді. Жамалдың оқымаған қазақ қиссасы бек аз еді. Ел аралаған мелші саудагерде нендей жаңа қисса болса, атасы оған шығынсынбай алып беруші еді. Жамалдың бір кішкене сандығын ашып қараған кісі сал-сал, қыз жібек, зарқұм, қисса уақиға көр бала, біржан сал мен сара қыздың айтысқаны, ноғай мен қазақтың айтысқаны, ақсұлу, айман шолпан, боз жігіт, шәкір шәкірат, ақмолда нұржан әбубәкір молданың өлеңдері һәм басқа сол секілді кітаптарды көрер еді. Хәтте Жамал сол қиссалардың бағзы бір өлеңдерін жатқа да біліп, бір ойынға бара қалса, Жамал өлең айт дегенге тартынбай айтып салушы еді. Осындай қиссаларды оқумен һәм ел ішіндегі айтып жүрген қыз бозбалалардың өлеңдерін жазып алумен молдадан оқып жүрмесе де, жазуын күннен күнге дұрыстап бара жатты. Жамалдың осындай зеректігі ауызға ілініп, 10 жасына жеткен уақытында әркімдер Сәрсенбайдың үйінде бір жақсы бала бар деп айттыруға қызыға бастап, және де Жамалдың анасы ақылды, көркем қатын болғанға, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды да еске тұтып сөйлеуші еді.